Сәлеметсіздер ме? Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні мұғалімі Құбаш Бейбарыс. Үздік педагогикалық идеялар жобасында менің алған тақырыбым поэзияның құдіреті, оқушыны өлеңге құмар етудің педагогикалық тәсілдері. Жалпы, қазіргі қоғамда балалардың әдебиетке, әсіресе поэзия жанрына қызығушылығының төмендеп бара жатқаны байқалады. Цифрлық ортадағы тез өзгеретін, қысқа әрі жеңіл ақпаратқа үйренген оқушылар үшін өлең күрделі, терең ойды талап ететін мәтін болып көрінеді. Бұл жағдай мектептегі әдебиет сабақтарына жаңа педагогикалық әдістерді енгізуді қажет етеді. Поэзия тек көркем сөз ғана емес, ол ұлт руханиятының тамыры, адам санасын, сезімін, қиялын, эстетикалық қабылдауын дамытатын күш. Сондықтан, оқушылардың поэзияға қызығушылығын арттыру педагогикадағы маңызды әрі өзекті міндет. Осы жоба жұмыс арқылы оқушыларды өлеңге құмар ететін тиімді педагогикалық тәсілдерді ұсынып, поэзияны оқытудың жаңашыл моделін қалыптастыруға бағытталады. Жалпы идеяның негізгі мақсаты оқушылардың поэзияға қызығушылығын арттыру үшін тиімді педагогикалық тәсілдерді анықтап, өлеңді сезіну, талдау, оқу және шығармашылықпен игеру дағдыларын дамытуға негізделген инновациялық оқыту моделін ұсыну. Жобаның өзектілігі қазіргі оқушының поэзиядан алыстауы, қазіргі буын қысқа әрі тез қабылданатын ақпаратқа дағдыланғандықтан, ұзақ мәтіндерді, терең ойды қажет ететін өлеңдерді қабылдауға құлшынысы төмен. Поэзия ұлттық мәдениеттің өзегі. Қазақ халқының ойлау жүйесі, дүниетанымы, тарих мен рухани болмысы поэзияда сақталған. Сондықтан, өлең арқылы ұлттық сәйкестікті қалыптастыру өзекті мәселе. Баланың эмоциялық интеллектін дамыту қажеттілігі. Поэзия бала бойында сезіну, жаңашырлық, тіл табысу, өзін-өзі түсіну сияқты қасиеттерді оятады. Шығармашылық әлеуетті ашу. Жаңартылған білім мазмұнына оқушының шығармашылығын дамытуға бағытталған. Поэзия ең қолайлы алаң. Инновациялық әдістердегі сұраныс. Дәстүрлі мәтін талдауы бүгінгі оқушыны қызықтырмайды. Сол себепті өлеңді мультимедиалық, визуалды, интерактивті форматта беру уақыт талабы. Жобаның жаңашылдығы поэзияны дәстүрлі талдаудан емес, эмоциялық қабылдаудан бастау моделі. Өлеңді аудио, видео, QR-код, иллюстрация, поэтикалық коллаж, мини-фильм, драма форматында меңгерту. Өлеңді визуализациялау әдістемесінің енгізуі. Оқушылардың жеке поэтикалық портфолиясын жүргізу. Ай сайын өтетін поэзия апталығы, микрофон ашық шаралары. Өлеңді интонациялық театр тәсілімен оқу, яғни рөлдік орындау. Күтілетін нәтижелер: оқушылардың поэзияға қызығушылығын артады, өлеңді терең түсіну, сезіну дағдылары қалыптасады, шығармашылық белсенділік күшейеді, тіл байлығы, ойлау мәдениеті дамиды, мәнерлеп оқу шеберлігі артады, дәстүрлі және цифрлық оқыту әдістерін қатар қолдана алады, жеке поэтикалық портфолиолар түзіледі, поэзияға эмоциалды, эстетикалық көзқарасы өзгереді. Қорытындылай келе, оқушыны поэзияға қызықтыру бір ғана талдау немесе жаттау арқылы жүзеге аспайды. Ол үшін ерекше эмоциялық орта, шығармашылық еркіндік, заманауи әдістер және жеке тұлғалық қолдау қажет. Осы жоба ұсынылған тәсілдер арқылы өлеңді оқушы өмірінің табиғи бөлігіне айналдырып, поэзияның құдіретін сезіндіруге бағытталған. Назарларыңызға рахмет.